Жақсы. Ал енді үй тапсырмасын кім орындап келді? Жақсы балақайлар. Назерке оқи ғой. Әлемнің 4 құраушысы. Олар от, су, жел. От ыстық әрі қауіпті, су суық, жел желді, желден кейін қиын болуы мүмкін. Бірақ су туралы мәлімет көбірек. Мысалы, құрлықта 29% құрайды, ал көлде 70% құрайды. Жақсы, жарайсың. Су туралы бізге Назерке мәліметті жеткізді. Тағы да кім айтады екен? Эмир, оқи ғой. Су табиғат көзі. Су арқылы өсімдік, жануар, адамзат барлығы пайдаланады. Сусыз тіршілік көзі солып қалады. Мен адам туралы қызықты бір мәлімет білемін. Адамның 65-70% судан тұрады. Жақсы. Рахмет. Бұл суретке мұқият қараңыздар. Олар суретте не бейнеленген? Не көріп тұрсыздар? Кім айтады екен? Ақтілек айта ғой. Суретте біз бөтелкедегі суды, стақандағы суды, су тамшысын, су ішіп жатқан адамды көріп тұрмыз. Жақсы, керемет. Тағы да кім айтады? Аян айта ғой. Суретте жаңа жайды көріп тұрмыз. Өзенді. Үшінші суретті не көріп тұрсыз? Су тамшысы. Рахмет. Балалар, ендеше осы 6 суретке ортақ қандай ой туындайды? Нариман? Су, жақсы, жарайсың. Суды не үшін пайдаланамыз? Ақтілек. Біз суды қол жууға. Рахмет. Ерсұлтан. Суды? Су ішеміз, жақсы. Келесі, Назерке. Демалуға. Суға түсеміз, ыстық күнде. Кім айтады екен, Әмір? Айта ғой. Дәнді дақылдарды суғарамыз. Тағы да мөлдір айта ғой. Шай ішеміз, жақсы, рахмет балалар. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы судың да сұрауы бар. Мақсатымыз тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыра алу. Сонымен қатар сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдана алу. Ал ендеше іске сәт бірге бастайық. Оқылмалды тапсырмасын орындап жіберейік. Су тіршілік нәрі деген нақыл сөзді қалай түсінесіздер? Мен су тіршілік нәрі деген сөзді мен былай түсінемін. Су болмаса, осындай бізде тіршілік көзі болмас еді деп түсінемін. Жақсы, тұшымды ой айтты, балалар. Ендеше мына суретте сіздер не байқап тұрсыздар? Бұл суретте мен суда жүріп жүрген адамдарды, одан кейін қоқиқазды көріп тұрмын. Жақсы, Асия. Айта қойыңыз. Мен бұл суретте ыстық күнде суға салқындап жатқан жануардың. Жақсы, рахмет. Амир айта ғой. Мен бұл жерде жүзіп жатқан адамдарды көріп тұрмын. Жақсы. Аяна. Бұл жерде мен қар үстінде шаңғымен жүрген адамды. Спортпен айналысылады, спорт біздің денсаулығымызға пайдалы. Рахмет балалар. Орындаймыз, кітабымызды ашамыз. Мәтінді мұқият оқимыз. Беттегі су тіршілік нәрі мәтінін оқып шығамыз. Балалар, оқып болсақ, қолымыздағы қол шатырды көтере қойайық. Жақсы, рахмет. Ендеше дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Қаңтардың 12-сі, сынып жұмысы, тақырыбымызды жазамыз. Судың да сұрауы бар. Бірінші тапсырма деп жаза қой.
ақпарат? Қосымша. Жақсы. Ал енді негізгі ақпаратты кім тауып? Ақтілек оқи ғой. Барлық тірі ағзалардың 75% судан тұрады. Бұл негізгі ақпарат. Жақсы. Ал енді детальді ақпаратты кім табады екен? Нұрсәулет. Бүгінгі әлем бойынша таза ауыз суға қол жеткізе алмай отырған 2 миллиардтан астам адам бар. Жақсы, рахмет балалар. Міне осы тапсырма арқылы біз тағы да судың адам өміріндегі маңызын ұғындық. Балалар, келесі тапсырмамыз бізде топтық жұмыс. Біздің елімізде ауыз су тапшылығы бар, біздің елімізде ауыз су қоры жеткілікті деген 2 сұрақ төңірегінде жұмыс жүргізетін боламыз. Ал енді біз топқа бірігуіміз үшін қолымыздағы қол шатырды тағы да алайық. Қол шатырды өздеріне бұршаңыздар, артында сан жазылып тұр. 1, 2 деген. Бірінші топ мына қатарға бірігеміз, екінші топ мына қатарға келе ғой. Жақсы. 1-ге 2-ге тез-тез бірігеміз. Кім 1? Бірлерді мұнда біріге ғой. Екілер кім 2? Біздің елімізде ауыз су тапшылығы бар ма екен? Ал ендеше айта ғой. Біздің елді мекендерде егін шаруашылығында су тапшы болып азайып жатыр. Ауылымыздың құрылымдары ескіріп азайып жатыр. Өзен көлдерде су тапшы болып жатыр. Жақсы, тағы да кім не дейді? Емер? Ауылдарға ауыз су жеткізілмей жатыр. Я шалғай ауылдарда әлі де ауыз сумен қиыншылық туындап жатыр, я? Рахмет балалар, жайғаса ғой. Екінші тобымызға ауыз су қоры жеткілікті, я, біздің елімізде. Ал не дейсіздер? Біздің елімізде ауыз су жеткілікті. Елімізде көп су құбырларын орнатты. Былтыр біздің ауылымызға да жаңа су құбырын орнатқан болатын. Біз енді таза су ішетін боламыз. Елімізге су жеткілікті. Жақсы, рахмет. Үйіміз. Аха, жақсы. Оң иық, сол иық. Оң иық, сол иық. Саусақпен жұмыс жасаймыз. Жанға, жоғары, жанға. Аяқпен. Көңілдірек балалар. Саусағымызды әдемі ұстаймыз. Қолымызды айналдырамыз. Саусақпен жұмыс жасаймыз. Сонда жағымыз әдемі болады, иә? Көтереміз. Қолымызды көтереміз. Қайта басында жұмыс жасаймыз. Жұмамыз ашамыз. Қолымыз белде. Аяқты көтереміз. Осында не айтайық балалар? Серпіп жақсы оқылдық па? Жақсы ендеше. Келесі тапсырмамыз Learning Cups платформасымен орындаймыз. Сіздерге сабақ барысында түсіндірдім, я? Жіктеу есімдігіне, сілтеу есімдігіне. Енді соны сіздер түсіндіңіздер ма? Соны бекітіп алайық. Мен сөзі, мысалы, былай орындаймыз. Қараңыздар, біз орындап жүрміз ғой басқа. Мен егер дұрыс болса, жіктеуге былай апарамыз, я? Ал енді анау сөзі кім шығарды? Анау сөзі сілтеу ма, жіктеу ма? Сілтеу, я? Мысал келтіріп жіберші анауға. Анау сілтеу есімдігін қосып бір сөйлем құрайды. Кім көмектесіп жібереді? Ақтілек? Аналар. Тағы да кім көмектеседі? Анау затқа қарашы. Анау затқа қарашы.
кішкене тағы да пысықтап жіберуіміз керек, иә? Жақсы, отыра ғой. Олар кім шығады? Ата мен шығайыншы. Амира шыға ғой. Иә. Ойланып отырамыз балалар. Сілтеу, жүктеу. Жүктеу ма, сілтеу ма? Олар. Дұрыс па? Иә. Олар. Жоқ. Сілтеу ма, жүктеу ма? Жүктеу, иә? Жүктеудің қалай жүктеліп тұр? Бірінші жақ па, екінші жақ па, үшінші жақ па? Үшінші жақ. Үшінші жақ. Жекеше ма, көпше ма? Неге жекеше? Көпше, шатаспаймыз, иә. Кішкене пысықтау керек, иә, Амира, рахмет, отыра ғой. Жақсы, Ерсұлтан болдың ба? Жақсы. Ал кім оқиды? Ал Амира отырды. Кейбір елде су жоқ, сондықтан суды ысыраптамаңыз. Жақсы. Ал Нариман оқы. Суға бәрі сыймаңыз. Судың киімі бар. Иесі. Abi мен Айта ғой. менің ойымша түнде көлден су алма деген ақыл сөз суда аңыз бойынша түнде су перісі болады деген аңыз бар екен. Жақсы. Суды бекер сапырма. Африкада балалар шалшық суды ішіп отыр. Сондықтан біз суды сапырып төкпеуіміз керек, иә. Келесі, түнде көлден су алма. Кім түсіндіреді? Түнде көлден су алма. Ал Амира. Түнде көлден су алма дегеніміз аңыз бойынша су перісі алып кетті деп мамам айтты. Жақсы, ондай аңыздар бізде бар, иә балалар? Жақсы. Тағы да қайсысы қалды? Су ішсем құдық қазушыны ұмытпа дейді. Кім айтады балалар? Кім айтады? Ал Назике. Құдық қазған үлкен сауал. Ол құдықтан қаншама ұрпақ су ішеді? Иә, жақсы, рахмет. Сіз не дейсіз? Су ішсем құдық қазушыны ұмытпа. Су ішсем құдық қазуын ұмытпа. Ол суды көп адам ішеді. Бір адам құдық қазса, ол судан көптеген адам ішеді. Құдықтан су ішеді. Тағы да не қоса аламыз? Емен. Құдықшының еңбегін бағалап, ол суды қадірлеу үшін. Қадірлеу керек, иә. Міне мынау. Мөлдір суды көріп тұрсыздар ма? Иә. Енді осы мөлдір суды қазір кішкене ғана тәжірибе жасап жіберейік. Мұқият қарап отырыңыздар. Осылай біз суға саламыз, иә? Суымыз мөлдір тап-таза болған. Енді біз суымыз қандай түске боялды? Ал енді қараңыздар, мен сіздерге бұрайын. Не байқап тұрсыздар? Туды байқап тұрмыз, иә? Бұл біздің мемлекеттік туымыз. Авторы кім? Кім айтады? Әсия айта ғой. Шәкен Ниязбеков бала. Ал енді бұл туды не үшін мен сіздерге осылай суды пайдалану арқылы көрсетіп тұрмын? Ол тікелей бейне материалмен байланысты. Ал әр еліміздің, әркім өз еліміздің патриот ретінде не істей аласыздар? Осы су мәселесін жөндеу үшін. Кім айтады?